Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай үй жағдайында ешқандай миксерсіз және де таразысыз жасалынатын кекстарды дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бір дана жұмыртқаның үстіне бір пиала қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне сүт құямыз. Сосын тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте үстіне жарты пиала майды құятын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне бір пиала ұнымызды салып араластырамыз. Оның үстіне қопсытқышты саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне келесі ұнды салатын боламыз. Міне бізде осындай бір келкі қамыр шықты. Енді осыны формамызға қойып пісіре беруге болады. Бұл кекстің ерекшелігі ешқандай таразыны, миксерді қажет етпейді. Сондықтан да әрбір жанға пісіруге қолайлы деп ойлаймын. Және де дәмі өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте осы кекстарымызды пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне де бізде кекстарымыз осылай пісті. Егер де рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, менің парақшама тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Мерей.